Бәни Исраил пайғамбарларының тағы бірі Дәуіт. Алла тағала оған пайғамбарлықпен қатар патшалықты да берді. Оған қоса дүние және ақирет жақсылығын да сыйлады. Мұсаға Тәуратты бергені секілді Алла оған Забурды түсірді. Пенденің жер көктегі ахуалы тек Аллаға ғана аян. Жасырары жоқ, біз пайғамбарлардың өздерін де бірінен бірін артық жараттық. Дәуітке Забурды тарту еттік. Исра сүресі 55 аят. Дәуіттің баласы Сүлейменді де Алла әрі пайғамбар, әрі патша етіп, оған даналық берді. Сүлеймен Хаким деген лақап атқа ие болды. Дәуіттің аты Талут, Шаул. Әскерінің қатарында жүргенде кезінде ақ шыққан болатын. Оған өзін дұшпандарының қолбасшысы Жалутпен жекпе-жекке түскен кезде танытқан еді. Бұл қиссада Талут, Жалут, Дәуіт, Сүлеймен оқиғалары баяндалады. Талут және Дәуіт. Мұса дүниеден өткеннен кейін Бәни Исраилды Юшах ибн Нун басқарып тұрды. Ол Жүсіп ұрпағынан болатын. Бәни Исраил Палестина жерінде уәде етілгендей соның басшылығымен кірді. Бірінші басып алынған қала Ариха, яғни Иерусалим еді. Алла оларға қаланың есігінен оған мойынсынып, жалынып, жалбарынып, қателіктері үшін кешірім сұрап, бастарын иіп кіруді бұйырды. Бірақ ол қауым Алланың бұйрығына құлақ аспай, Тәңірге истиғфар айтудың орнына тәкаппарланып, пысықтық жасады. Бұл жағымсыз қылықтары Тәңірдің ашу-ызасын туғызып, күнәларының жазасы ретінде Алла оларға азап түсірді. Біз оларға кентке кіріңдер де, оның жемістерінен қалағандарыңша жеңдер, күнәмізді кеше көр деп қақпадан басие кіріңдер, қателіктеріңе кешірім жасаймыз, жақсылықтарың үшін сауаптарыңызды арттырамыз дедік. Бақара сүресі 58 аят. Залымдар өздеріне айтылған бұл сөздерді басқа жаққа бұрып әкетті. Залымдардың осындай пасықтық жасайтындығы үшін оларға аспаннан пәле жаудырдық. Бақара сүресі 59 аят. Палестинада Бәни Исраилдің ісін дүниеден өткенге дейін Юшах басқарды. Одан кейін біраз заман қазылар үкімді кетті. Олардан соң біраз уақыт патшалық үзіліп, басқарусыз қалған Бәни Исраил ауыр жағдайға душар болды. Палестиналықтармен соғыста ой-сырай жеңілді. Палестиналықтар олардың әйелдерін, балаларын қорлады. Үйлерінен бездіріп жіберді. Олардан табутты, сандықты тартып алды. Бәни Исраилды қазылар басқарған кезде руға бөлініп, көшпелі тіршілік етті. Бұл жағдай біздің заманымыздан бұрынғы 1040 жылға дейін созылды. Олар ішінен көсем, басшы шыққан уақыттан бастап қана руларға бөлінулері шектеліп, бір тудың астына жинала бастады. Бәни Исраилдің басын біріктірген еврей тарихындағы бірінші патша Шаул, Библияда Саул болды. Ол Құранда Талут деп аталған. Бәни Исраилдің патшалықты қалауы. Бәни Исраил олардан табутты тартып алғаннан кейін қорлық көріп, ұлылық пен құрметтен жұрдай болды. Олар іштеріндегі Самуил есімді тақуа кісіге келіп, дұшпандарына қарсы соғысу үшін туының астына жиналатын патша таңдауды талап етті. Мұсадан кейін оларды қазылар басқарып қарсы келген еді. Енді олар патшалықты қалады. Самуил ол қауымның жағдайына да соғыста күшін жоғалтып, әлсірегенін де білетін еді. Сондықтан ол соғыс парыз қылынса шайқасқа жарамайсыңдар ғой деп күмән келтірілді. Ал олар дұшпанымыз бізді қуды, отанымыздан шығарды, біздерді бір-бірімізден, балаларымыздан айырды. Ендеше өзіміздің құқымызды қайтарып алу үшін біз
қалайша соғыса алмаймыз деп Самуилді ортаға ала бастады. Сөйтіп ол Алладан қауымның қалауын жауабын алып, оларға соғыстың парыз етілгенін мәлім етті. Алайда олар бұдан бас тартып, тек азғантай жамағат қана қолдады. Исраил ұрпақтарының Мұсадан соңғы басшыларын сірә сен білетін шығарсың. Бізді Құдай жолындағы күреске бастап шығатын бір патша белгілеп бер деп өтінді. Сол кездегі өздерінің пайғамбарынан, күрес сендерге парыз етілген, неге күреспей отырсыңдар, деді пайғамбары. Мекенімізден қуып, бала-шағамызды ажыратып тастаса, Құдай жолында біз неге күреспейміз десті олар. Бірақ соғыс парыз етілгенде біразы ғана болмаса көбі соғысудан бас тартты. Мұндай залымдықты Алла да жақсы біліп тұрады. Бақара сүресі 200. Талуттың патшалығы. Самуил пайғамбар Алланың Исраилға патшалыққа Талутты отырғызуды қалайтынын жеткізді. Ол Буньямин ұрпағынан болатын, бірақ қауым ол жоғары тектен емес деп бұған риза болмады. Өйткені ол байлығы аз, қарапайым ортадан шыққан еді. Ал еврейлер жоғары текті, байлығы асып тасқан ұлттарын ғана құрмет етіп тұтатын. Сондықтан олар патша болуға Юда ұрпағы лайықты деп санады. Ал пайғамбарлық Левит ұрпағына берілген болатын. Самуил қарсы келушілерге Алланың Талутқа ілім, соғыста дұшпанмен кездескенде қарсы тұра алатындай күш-қуат, саясат істерін білетін, даналықпен басқара алатын қабілет қасиет бергенін түсіндіріп, патша етуге кімді қалайтынын, Алланың өз еркінде екенін жеткізді. Патша етіп Алла сендерге Талутты жіберді деді пайғамбар оларға. Оу, өз ішімізде артық адам тұрғанда бізге ол қайтып патша болмақ. Осының мал мүлкі де шамалы емес пе десті. Оны сендерге патша етіп таңдаған, білімін де, тұлғасын да артық етіп жаратқан Алла. Кімді әмірші етемін десе, ол ерік Аллада. Ол кең болжайды, тұтас қамтиды. Бақара сүресі 247. Талуттың патшалық белгісі. Самуил пайғамбар Бәни Исраилға Талутта патшалық белгі бар екенінен, оның оларды жеңіске жеткізетінінен хабар берген еді. Мұса Харуннан қалған табут олар үшін қасиетті саналатын, жүректерін тыныштандыратын, онда тақуалар жайында жазылған Алланың өсиеттері бар еді. Сол табутты жақында оларға періштелер көтеріп әкелетінін мәлім етілді. Пайғамбарды оларға былай деді: оның патшалығында мынадай белгі болады. Тәңірі тарапынан сендерге бір сандық келеді. Сандық ішінен көңілдеріңе медеу болатын Мұсаның, Харунның әулеттерінен қалған мұралар бар. Сандықты періштелер көтеріп әкеледі. Егер сендер нағыз иланушы болсаңдар, әрине сендер үшін ол үлкен белгі. Бақара сүресі 248 аят. Талуттың әскерін сынауы. Талут қауымын Алла жолында дұшпандарына қарсы соғысқа шығуға шақырды. Үлкен әскери күшті өзінің туының астына жинады. Ал палестиналықтарды алып күш иесі Жалут басқаратын. Оның аты қайтпас батырлығы, ержүректілігімен көршілес халықтардың бәріне кең тараған болатын. Талут әскерін ұзақ жорыққа алып шықты. Оларды шайқаста сынап көрмек болды. Ұзақ жорыққа қалай шыдайтынына, өзіне қаншалықты бағынатынына көз жеткізгісі келді. Сендер жақында өзеннен өтесіңдер. Алла сендердің шыншылдықтарыңды, бойынсушыларыңды күнәһарлардан ажырату үшін сынайды. Кім одан су ішпесе, оның дәмін татпаса, ол маған бойын сұнып, ерушілерден болады. Бірақ бір рет тамақ шаюға рұқсат етіледі. Ал кім одан су ішсе, ол маған ерушілерден болмайды деді. Сөйтіп өзенге келгенде, олардың көбі Талуттың сөзіне құлақ аспастан қанғандарынша су ішті. Әскерлерімен бірге аттанғанда Талут жасақтарына былай деді:
Алла сендерді бір өзенде сынайды. Кім ол өзеннен су ішсе, ол мендік емес. Ал суды ауызға алмағандары нағыз мендік. Егер қолымен су шашса, ол бір басқа, біразы ғана болмаса, өзеннен көпшілігі су ішті. Талут соңынан ерген барлық адамдарымен өзеннен өткенде иман келтіргендердің біразы жаудың қолын көргенде, бізде бүгін жалутпен соғысты алатын күш жоқ десті. Ал Алламен жүздескендеріне сенгендер, қорықпаңдар, Құдайдың қолдауымен аз күштің өзі қанша марит жаудың қолын жеңіп шықпап еді деді. Шындығына келсек, Алла шыдамдылар жағында болады. Бақара сүресі 249 аят. Талуттың жеңісі. Талут шөлдесе де, шаршаса да сабыр етушілермен бірге өзеннен өтті. Олар саны көп дұшпандарының алдында өздерінің өте аз екендерін көрді. Олардың бір бөлігі дұшпанның көптігінен қорқып, бізде бүгін жалутқа қарсы шығар шама жоқ деді. Ал екінші мүмин тобы дұшпанның көптігі еш қорқыта алмады. Олар жеңіске деген шынайы сенімде болды. Алланың қолдауымен талай аз санды жамағат көп санды жамағатты жеңген. Ендеше дұшпанды бізде жеңеміз деп, дұшпандарын жеңуге белдерін бекем байлады. Алла осы сенімдері үшін оларды қолдап қуаттады. Жүректеріне сабыр берді. Сөйтіп, салих пенделерін жеңіске жеткізді. Осы соғыста Дәуіт Жалутты өлтірді. Жалут және оның әскерлерімен бетпе-бет келген сәтте, о жаратқан, жүрегімізге сабыр, табанымызға тірек бер, кәпірлерге қарсы күресте жәрдем бер деп тіледі. Бақара сүресі 250 аят. Құдіреттің қолдауымен олар жауларын жеңді. Дәуіт Жалутты өлтірді. Алла Дәуітке патшалықты да, данышпандықты да сыйлады. Қажетті ілім де үйретті. Егер Алла адамдарды бірінен соң бірі қорғамаса, жер жүзі әрине бүлініп кетер еді. Бірақ Алла жер жаһанға түгел қамқоршы. Бақара сүресі 251 аят. Дәуіттің Жалутты өлтіруі. Құранда Дәуіттің Жалутты қалай өлтіргені кең баяндалмаған. Бірақ көне өсиеттен толығырақ білуге болады. Палестиналықтар әскері мен Бәни Исраил әскері бетпе-бет келді. Екі топ та тауда тұрды да, олардың ортасында ойпат жатты. Екі жақта бір-біріне шабуылға шығуға батылдары жетпей тұрып қалды. Палестина әскерінің басынан аяғына дейін қаруланған, қолына найза көтерген, алып та қорқынышты батыры Жалут та ойпаттың ортасына шығып алды. Бәни Исраилға қарсы айқай салумен болды. Бәни Исраилдықтар қатарынан жекпе-жекке адам шақырып, егер сендердің кісілерің шамалары келіп жеңе алса, біз сендерге құлдыққа түсеміз. Ал мен жеңсем, оны өлтіремін, және сендер бізге құл боласыңдар деді. Одан қорқып Талут әскері жағынан онымен беттесуге ешкім шықпай қойды. Осылайша Жалут жекпе-жекке 40 күн бойы шақырды. Талут Жалутты өлтіргенге үйіп төгіп байлық және қызын беретінін жариялады. Талуттың әскерінің қатарында 3 баласымен бірге Ясин есімді кісі бар еді. Оның 4-ші баласы Дәуіт бауырларының жағдайын білуге келген болатын. Дәуіт Жалуттың жекпе-жекке адам шақырып тұрғанын көрді. Жай шақырып қана қоймай, оларды балағаттап, сөгіп жатқанын да естіді. Содан Дәуіттің қаны қызып, Талуттан оған қарсы жекпе-жекке шығуға рұқсат сұрады. Талут оған әуелгіде тыйым салғанымен, кейін рұқсат беріп, сауыт киіндірді. Дәуіт сауыт киюге де, онымен қозғалып қимылдауға да машықтанбағандықтан, біраз қиналғанымен аз уақыттан соң үйреніп кетті. Сөйтіп қолына шоқпар алып, 5 тасты қынына салып қойды. Найза көтерген Жалут қорқыныш деді. Өйткені ол найзамен шаншуға өте шебер де алғыр да болатын. Бірақ Дәуіт жылдам қимылдап, дөп көздеп тас лақтырды да, одан соң шоқпармен тура бастан соқты. Алып батыр гүрс етіп жерге құлады. Дәуіт жай отындай жылдамдықпен қайта оралып, оның басын қылышпен шауып түсірді. Алыптарының өлтірілгенін көрген палестиндіктердің
естері шығып, артқа қарай қаша жөнелді. Талуттың әскері соңдарынан қуып қырғын салды. Талуттың өлуі және Дәуіттің патшалыққа келуі. Жаутты өлтірген соң, халық арасында Дәуіттің абыройы өсіп, танымал бола бастады. Талуттың жүрегінде қызғаныш, іштарлық сезім оянып, Дәуітті өзіне бәсекелес болады деп қауіптенді. Өйткені оны барлық Бәни Исраил халқы жақсы көрді. Сондықтан оны өлтірмекші болып, бірнеше рет қастандық жасады. Бірақ онысынан ештеңе шықпады. Сөйтіп жүргенде Жалбуқ соғысы басталды да, Исраилықтар шегініп қаша бастады. Талуттың 3 баласы қаза тапты, оның өзі де ауыр жараланды. Мұны көрген палестиналықтардың шабуылы күшейе түсті. Талут жау қолына түссе, олардың мұны азаптап, қорлап өлтіретінін түсініп, өзіне өзі қылыш салды. Сөйтіп мерт болды. Ал Дәуіт Хебронға қарай бет алды. Иуда кісілері оны патшалыққа тұрғызды. Қалған Бәни Исраилдар оған бағынып бойсынды. Талуттың жастары мен Дәуітті қолдаушылар арасында Талуттың баласы өлгенге дейін соғыс тоқтамады. Ол өлген соң Дәуіт Исраил ұрпақтарының бәрінің патшасына айналды. Бұл кезде ол 30 жаста еді. Оның патшалық етуі 40 жылға созылды. Хеброн және Иудаға 7 жыл, 6 ай, ал Иерусалим мен барлық Исраилға 33 жыл патшалық етті. Кейін көзі тірісінде баласы Сүлейменді өз орнына патша қойды. Сүлеймен әкесінің ісін жалғастырып, қалалар салды. Мемлекетті қалыптастырып, жаңа тәртіп орнатып, храм тұрғызып, даналық танытты. Дәуіт қиссасы. Дәуіт күндерін 4-ке бөлетін болды. Бір күнді ғибадатқа, бір күні қазылыққа, бір күнін уағызға, бір күнін жеке өзіне арнады. Бұл тәртіпті бұзуға ешкімнің батылы бармайтын. Бір жолы өзі отырғанда 2 кісі күзетшілерге байқатпай дуалдан асып түсіп бөлмесіне кіріп келді. Дәуіт опар жамандық жасамақшы екен деп шошып қалды. Ал олар: "Қорықпа, біз бір-бірімізбен таласып, сіздің үкім етуіңізді қалап келдік" деді. Сөйтіп олардың бірі: "Менің мына туысымның 99 саулығы бар, ал менде біреу ғана. Сөйте тұра ол менің жалғыз саулығыма көз салып, өзіне қосып алғысы келеді" деп шағым айтып, осыған әділ үкім етуін сұрады. Бұл 2 таласушыны сынау үшін Дәуітке Алла жіберген еді. Сондықтан ол Тәңірге истиғфар етіп сәжде жасады. Алла оның тәубесін қабыл етті. "Ей Мұхаммед, даушармен Дәуітке келушілердің әңгімелерін сен естідің бе? Кезінде 2 құлшылық үйінің дуалынан қарғып түсті де Дәуітке жетіп келді. Дәуіт олардан сескеніп қалды. "Қорықпа" деді олар. "Біз жанжалдасып жүрген 2 даугерміз. Сен бізге әділ билік айт, ақ шешіп, дұрыс жолға сал". Сад сүресі 21-22 аяттар. Дұрысын айтайық, менің мына туысымның 99 саулығы, яғни қойы бар. Менде бары бір ғана саулық. Мына туыс сол жалғыз саулықтың өзі маған бер дейді. Біраз керісіп едік, ол мені дендеп барады деді. Сад сүресі 23 аят. Сенің жалғыз саулығыңды ол көп қойына қосып алып бермеуге тырысса, шынында саған зорлық көрсеткен екен. Осындай серіктескендердің көбі дау дамай шығаратын рас. Ал иманы бар, ізгі ниеттілер тек ондайлар аз, бұлай етпейді деді Дәуіт. Бұл жерде оны біздің сынап тұрғанымызды Дәуіт түсінді. Сонсоң Тәңірден жарылқау тілеп сәждеге жығылды, тәубе келтірді. Сад сүресі 24 аят. Біз оның асығыс шешімін кешірдік. Біз тараптан ол жақсылыққа жетті. Сад сүресі 25 аят. Алла Дәуітке бақыт, дәреже, байлық сыйлап, оны жерде басшы етті. Басшылық адамды асып тасуға, ойындағыны үкім етуге, ұғындыру да мүмкін. Сондықтан Алла оны адамдарға халықпен үкім етуге, нәпсінің қалауынан аулақ болуға шақырды. Өйткені
әділет шегінен шығып, Алланың жолынан ауытқыған адам қиямет күні ауыр азапқа ұшырамақ. Алланың Дәуітке өсиеті Құранда мынадай сөздермен берілген: «Әй Дәуіт, сен біз жер бетіндегі нағыз билеуші еттік. Адамдар арасында әділ билік жүргіз, нәпсіге ілеспе. Ол сені Тәңір жолынан тайдырады. Алла жолына тағайындар, есеп беретін күнде сөз жоқ, ауыр азапқа душар болады». Сад сүресі 26 аят. Егінге қазылық ету. Бір күні қойшының қамсыздығынан қойлар егінге түсіп жеп, жапырып кетеді. Егін иелері Дәуітке келіп: «Ей Алланың пайғамбары, біз жерімізді айдап, оған егін еккен едік. Оның оратын уақытын күтіп отырғанбыз. Ана қауымның қойлары түнде біздің егінімізді жеп, тайпап, тып-типыл етіп кетіпті», деп жағдайларын айтты. Дәуіт қой иелерінен олардың айтып отырғандары дұрыс па деп сұрады. Олар мақұлдады. Содан соң егін иелеріне егіндерінің құны қанша деді. Олар оның құнының қанша болатынын айтты. Осы сұрақты ол қой иелеріне де қойып, қойдың құнын да білді. Олардың құны бір-біріне шамалас болып шықты. Сондықтан Дәуіт қой иелеріне қойды егіннің өтуіне беруді ұсынды. Бұл әңгімені Дәуіттің ұлы Сүлеймен де естіп отыр еді. «Меніңше, мұның үкімі бұлай болу керек сияқты», деді ол сөзге араласты. «Мына кісі қойларын егін иелеріне берсін. Олар қойдың сүтін, жүнін тағы басқа пайдаланып тұрсын. Ал қой иелері оларды жерін аралап, айдап, жыртып, егін салсын. Баптап күтіп, егін оруға келгенде иелеріне тапсырсын да қойларын қайтарып алатын болсын». Бұл үкімге екі жақта риза болды. Баласына Дәуіттің де көңілі толды. Бұл оқиға Құранда былай баяндалады: «Дәуіт пен Сүлейменнің кезінде сондағы бір қауымның қойы түнде егістікті жеп кеткен еді. Екеуі сол егістік туралы үкім шығарды. Бұл үкімге біз куә болғанбыз». Әбния сүресі 78 аят. Үкімді қалай шығару жөнінде Сүлейменге біз аян бердік. Екеуіне де хикмет және тағылымды тарту еттік. Дәуітпен бірге тауды да, құстарды да Тәңірге табындырып дәріптеттік. Олай етуге біздің құдіретіміз жететін еді. Әбния сүресі 79 аят. Дәуіттің құлшылығы. Алла Дәуіттің ғибадаты жайында былай дейді: «Ей, сен олардың бұл сөзіне ашуланба. Дәуіттің салмақтылығындай сабыр сақта. Аллаға нағыз сүйенген пенде сол болатын. Анығында Дәуітке біз тауларды бас идірдік. Таулар онымен бірге ертелі-кеш зікір айтып тұратын болды. Оған құстар да бойын сұнды. Топ-топ болып олар да Дәуітпен бірге мінәжат етер еді. Соның барлығы Аллаға сыйынғандар». Сад сүресі 19 аят. Бұл аяттарда Алла Мұхаммедті, құлы әрі пайғамбары Дәуіттен ғибрат алуды шақырды. Оны қиыншылыққа қайыспайтын, дініне берік, асқан сабырлық иесі ретінде сыйлайды. Сондықтан Алла оған тауларды, құстарды да бойынсындырып бағындырды. Түрлі ілім мен өткір тіл берді. Бұл туралы Құран былай дейді: «Дәуітке біз өз ықыласымызбен ізгілік бердік. Ей таулар, ей құстар, Дәуіт зікір еткенде онымен бірге сендер де үн қосыңдар», дедік. Оның қолындағы темір балқып кететін болды. Сәба сүресі 10 аят. Дәуіттің патшалығы мен даналығы. Біз Дәуіттің патшалығын нығайтып, даналығын күшейтіп, сөзді ашық, анық айтатын еттік. Сад сүресі 20 аят. Алла Дәуіттің патшалығын нығайтты. Әскерін жеңіске жеткізді, дау-жанжалдарды әділдікпен шеше алатын білім мен қасиет берді. Дәуіттің мұғжизалары. Алла тағала Дәуітке жай, қарапайым адамның шамасынан келмейтін, әдеттегіден тыс істерді үйретті. Сауытты кемелеріне келтіріп жаса, оның қиюларын жақсы жымдастыр. Анығында мен сендердің іс-әрекеттеріңді көріп тұрамын, дедік.